Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, шайтан адамның ең зұлым жауы. Ол адамды соңы үлкен өкініштерге алып баратын ауыр күнәларға итермелеуге қауқарлы. Бірақ қандай айла шараларға барса да, ол адам үшін шешім қабылдай алмайды. Дұрыс я бұрыс шешімді адам өзі ғана қабылдайды. Сондықтан да адам өмір бойы өзінің ең зұлым жауы болған шайтанмен күресіп өтеді. Әр күресте оны жеңе білудің бірінші құралы ол өз жауыңды білу. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам шайтан туралы айтқан хадистеріне зер салып қарайық. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп жатсаңыздар және де ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар жақсы болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай. Және де өтініш болсын бауырлар, роликтерді соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Бірінші хадис. Аллах тағалаға шайтан: «О Аллах тағала, сенің ұлылығыңмен ант етемін, сенің құлдарыңды өлгенге дейін адастырамын» дейді. Сонда Аллах тағала оған: «Өзімнің ұлылығымен және құдіретіммен ант етемін. Олар менен кешірім сұрауды доғарғанша мен оларды кешіруден танбаймын» дейді. Екінші хадис. Шынында шайтан адамның қаны арқылы қозғалады. Үшінші хадис. Періштелер нұрдан, жындар оттан, ал адам сендерге айтылғаннан жаратылды. Төртінші хадис. Әтештің дауысын естігенде Алладан мейірім сұраңдар, себебі ол періштені көреді. Ал есектің ақырғанын естісеңдер, Алладан пана сұраңдар, есек шайтанды көреді. Бесінші хадис. Шынында шайтан өзіне Аллах тағала еске алынбаған тағамды құп көреді. Алтыншы хадис. Шынында шайтан не істесеңдер де әрқайсысыңның қасында, тамақтанған кезде сендерді жалғыз қалдырмайды. Егер біреу қолынан тамағын түсіріп алса, оны шайтанға қалдырмай жеп қойсын. Жетінші хадис. Адам өз үйіне кіргенде және ас ішкенде Алланы еске алса, шайтан өзінің шабармандарына: «Сендерге мұнда пана да, кешкі аста жоқ» дейді. Егер адам үйіне кіргенде Алланы есіне алмаса, шайтан шабармандарына: «Сендер паналы болдыңдар» дейді. Ал егер адам ас ішкенде Аллах тағаланы есіне алмаса, шайтан: «Сендер пана да таптыңдар, ас та ішесіңдер» дейді. Сегізінші хадис. Ешқайсың ас суыңды сол қолдарыңмен ішіп жемеңдер, себебі шайтан ас суын сол қолымен ішіп жейді. Тоғызыншы хадис. Ұйқыдан тұрып дәрет алсаңдар, 3 мәрте мұрындарыңды шайыңдар, себебі танауларыңда шайтан түнейді. 10-шы хадис. Адам ұйықтағанда шайтан оның желкесіне 3 түйін байлап, «Түн ұзақ, ұйықта» дейді. Егер адам ұйқыдан оянып Алланы есіне алса, 1 түйіні шешіледі. Дәрет алғанда 2-шісі, намаз оқығанда 3-шісі шешіліп, адам таңертең сергек тұрады. Керісінше жағдайда адам еңсесі түсіп солғыр жүреді. 11-ші хадис. Күндіз демалыңдар, ұйықтаңдар, себебі шайтандар күндіз ұйықтамайды. 12-ші хадис. Күн шыққанда және күн батқанда намаз оқымаңдар, себебі күн шайтанның 2 мүйізінің арасынан шығады. 13-ші хадис. Таң намазын оқы, содан кейін күн шығып көкжиекке көтерілгенше құлшылықты тоқтат, себебі күн шайтанның мүйізінің арасынан шығады және бұл уақытта оған дінсіздер құлшылық етеді. Содан кейін намаз оқуыңа болады, себебі намазға періштелер қатысып оған куә болады. 14-ші хадис. Қатарды сақтаңдар, иықтарыңды түйістіріңдер, бос жерлерді толықтырыңдар, шайтанға орын қалдырмаңдар. Қатарды толықтырғанға сый береді, қатарды бұзғанға жаза бар. 15-ші хадис. Есінеу шайтаннан. Егер біреу есінегісі келсе, шамасы келсе қайтарсын, себебі біреуің «ах» десеңдер, шайтан оған күледі. 16-ші хадис. Үйлеріңді молаға айналдырмаңдар, шайтан Бақара сүресі оқылған үйден қашады. 17-ші хадис. Рамазан келгенде жұмақтың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылады, ал шайтандарға кісен салынады. 18-ші хадис. Шайтандар бұл жындар. Олар тақуа жандардан қорқады, бірақ олар адамның қорқынышын сезеді.
Сондықтан сендер жындардан қорқар болсаңдар, олар күш алып қорқытқан үстіне қорқыта түседі. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.